Сәлем оқушылар, біз бүгін сіздермен заттың массасын, тығыздығын және көлемін анықтауды үйренеміз. Енді жалпы айтқанда тығыздығын үйренеміз. Өйткені тығыздықты табу үшін бізде масса мен көлем қажет болады. Оны өздеріңіз де білесіздер. Бізде физика сабағында осы тығыздық, масса, көлем деген ұғымдар көптеп қолданылады. Және бізде бірінші тапсырма заттың көлемін табу. Жаза кетейік. Заттың көлемін табу. Және айталық, мысалы физика сабағында бізде кіртастар болады ғой, неше түрлі 5 граммдық, 10 граммдық, 20 граммдық және 50, 25, 100. Осы кіртастарды пайдалана отырып, біз бүгін заттың массасын, көлемін, тығыздығын анықтайық. Көп сөзді созғанша, бірінші осы кіртастардың массасын жазып шығарып, бізде өйткені берілген M1, M2, M3, M4, M5 және M6. Өйткені бізде 6 кіртас бар. Біріншісі 5 грамм, екіншісі 10 грамм, үшіншісі 20 грамм, 25 грамм, 50 грамм және 100 грамм. Енді бізде массасы белгілі, демек біз енді тығыздығы мен көлемін таба аламыз деген сөз. Жалпы тығыздықтың табу формуласы массаның көлемге қатынасы. Жалпы масса деген не ол? Масса деген заттың көлеміне қатысты тығыздығы, яғни жерге түсетін салмағы болып саналады. Ал көлем деген оның объемы, жалпы айтқанда. Енді көлемдерін табайық. Және V6. Мен заттың көлемін анықтау үшін бірінші мынандай сынауыққа су құйып алдым. Өлшемі 50 деп алдық. Енді осы сынауыққа біз кіртастарын салу арқылы оның кейінгі көлемдерін, яғни зат суға түсіріледі, сол кездегі оның көлемін анықтаймыз, судың көлемін. Ең бірінші міне. Бұлай бұрайын. Міне. Бұл 5. Кіртасын салғанда 1 мм, 5-ті салғанда 1-ге артты. Сонда 51 миллилитр. Яғни сантиметр куб деп те жазуға болады. Енді бізде оны алу қиын, сол үшін 15 болады мұнымен қосқанда. 15-ті қосқан кезде бізде 52. Енді 20 грамдық салайық. Бара-бара өсіп бара жатыр, байқап отырғанымыздай. 55 болды, міне. Енді 50 грамды салып көрейік. 50 грамды салып көрейік.
өкінішке орай сыймайды екен. Жалпы осы 5 заттың көлемін таптық. Енді бізде орташа жылдамдық деген, орташа масса үлесі деген нәрсе бар, және соған байланысты біз осыларды табамыз. Яғни дельта m осы 6 ненің массалары қосып, делта m-ді табатын болсақ, m1 плюс m2 плюс m3 плюс m4 плюс m5 плюс m6. Және 6-ға бөлеміз. Есептейік. Бізде біріншісі 5, екіншісі 10, үшіншісі 20, үшіншісі 25, бесіншісі 50, және ең соңғысы 100. Көрініп тұр ма? Енді осыларды 6-ға бөлеміз. Есептей келе 15, 35, 70, 60, 110, 210, 210-ды 6-ға бөлгенде жуықтап алғандан 210, 3-тен береміз, 18, 3, 35. Яғни жалпы дельта m бізде 35 граммға тең болады. Енді бізде көлемнің мәнін табайық. Жаңағыдай b5-ті 5-ке бөлеміз. b1 плюс b2 плюс b3 плюс b4 плюс b5. Өйткені бізде 6-шысының көлемін анықтай алмадық. Сол үшін 5-ке бөлеміз. 51 плюс 51,5 плюс 55 плюс 55,5 және 60. Бөлеміз 5-ке. Калькулятормен анықтайық. Жалпы түсінікті ғой, 51 плюс 51,5 плюс 55 плюс 55,5 плюс 60. 273 шығады екен. Оны 5-ке бөлеміз. Бөлі 5. Және бізде 54,6 деген жауап шықты. Енді тығыздықтың өзгерісін табамыз. Ол үшін алдыңғы айтып кеткен формула бас. Яғни тығыздық дегеніміз массаның заттың массасының көлеміне қатынасы. Яғни дельта тығыздық m бөлі v. Бізде 55 шықты, 35 шықты, ал көлемі 54-те 6. Осыны бөлгенде бізде жалпы тығыздығы шығады. 35-ті бөлеміз 54-те 6-ға. Жаңа көріп тұрғанымызда 0,64 деген жауап шықты. Біз 3 санды аламыз. Бұны жуықтап 1 деп алуға да болады. Сонда тығыздығы 1 см кубқа тең болады екен. Жалпы түсінікті болатын болса, осыған арналған тапсырмалар мен есептерді шығарып үйренуге болады.